Мына отметкадан бастап, жаңа көрсеттім ғой, мына отметкадан бастап. Мына жерде линия келе жатыр. Мына линиямен, мына сызықша соның үстіме өстіп дүп түзіп қоям дағы. 0,5 пен алдыға кішкене жүргізіп, артқа фиксация жасаймыз дағы. Мынау сызықты көрініп тұр ма? Мынау сызықпен мынау матаны осылай қойып, өстіп тігеміз. Булавканы алып тастаймыз. Келесі мынау қалтаны осылай тіккеннен кейін осылай оңға аударып өстіп қоямыз. Сонда мынау етегімен мынау қалтаның астыңғы жағы өстіп сәйкес болады. Мына бәрі, етегі бәрі. Жаңағы мына жердегі отметка болды ғой, мына жердегі екі шетіндегі отметка. Отметкамен мынау қалтаның сыртқы жағы сәйкес кеп тұру керек. Сондықтан мына жерге булавкамен фиксировать етіп қоям. Екінші жақты да солай жасаймыз. Сәл мына жерде трикотаж ғой, өсіп келтіріп аласыздар. Фиксировать етеміз. Өсіп фиксировать етіп болғаннан кейін мына жерде 0,5 миллиметр аламыз. 0,5 осы аламыздағы бүктейміз. Өстіп 0,5 алып бүктейміз өстіп. Содан кейін бұлай көктеп аламыз. Бірақ мен өз басым көктемеймін. Машинкаға осы аламда булавкамен фиксировать етем дағы. Машинкаға салам. Машинкамен тіккен кезде мынау сыртқы бүктетілген жақ, мынау лапканың мына жақ, оң жағына, мына жағына келіп тұру керек ол. Мына осылай бастайым, ақырын. Фиксировать етем, закреплять етем. Не үшін? Бұл жер тозат. Қалтаға қайта-қайта қол салғаннан кейін бұл жер тез тозат. Сондықтан ол жерге фиксация жасаған дұрыс. Енді келесі шов. Келесі шов осылай болады. Мынау шовқа лапканың осы сыртқы жағы мынау шовқа түседі. Сонда екі шов параллельно бір-біріне дүп түзу болып шығады. Алдыға, артқа бірнеше рет жүргіземіз. Содан кейін барып шовты осылай жасаймыз. Екінші жағында осылай дәл солай жасаймыз. 0,5 миллиметр аламыз. 0,5 миллиметр аламыз. Фиксировать етеміз өстіп. 0,5 алып өстіп.
мынаның шеті мына жақтағы лапканың, мына жақтағы лапканың мына сыртына осы сәйкес келуге алдыға басамыз, артқа, алға, артқа, алға фиксация жасаймыз. Міне енді келесі екінші шовты. Мынау шов, бірінші шов мынаның сыртына келеді. Алдыға, артқа жүргіземіз. Фиксировать етеміз шовты. Енді мына жақтағы үстіңгі қалтаның жаңа аудардық қой. Енді осы жаққа жасаймыз шовты. Алдыға, артқа жүргіземіз. Жыртылмайтындай, көпке дейін тозбайтындай. Оны әп-әдемі қып шовты осылай. Міне бірінші строчкасы болды. Міне жасадық қой бірінші строчкасын. Келесі екінші. Фиксация жасаймыз. Алдыға, артқа, артқа, алдыға. Мынау шов мына жаққа келтіреміз, өстіп дүп соғып тігеміз. Сонда екі тігіз бірдей болады. Қалтаны тіктік. Мына осындай аккуратно бәрі қолымызды салып, қайта-қайта пайдаланғаннан кейін осыны көпке дейін тозбайтындай жасадық. Енді келесі, мынау етек жағын қоспаймыз. Мынау етегі, қалтаның етек жағы қалып қойды. Осылай тұрады. Сосын кашкарсыға тіккен кезде осының бәрі бір тігіспен кетеді. Енді келесі мынау жеңді осылай қосамыз. Мынау жеңді қосу үшін оверлок жоқ болғандықтан осылай аударып тікпейміз. Керісінше оң жағынан тігеміз. Оң жағынан жаңа шовты көрсеттім ғой. Французский шовт. Солай жасаймыз. Мынау кройканың бәрі сәйкес келеді. Сондықтан басынан бастап осылай тігеміз.